Бақыт туралы ұлағатты сөздер. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Элберт Хаббард. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек ол пайда немесе зиянын тигізетін сипатқа ие. Адам Смит. Ең ғажап қала ол адамның бақытты болған жері. Ремарк Эрих Мария. Қолынан келетін, істеуге тиісті ісін істей алатын адамды бақытты әрі тамаша адам деуге болады. Леонардо да Винчи. Сезім әлемінде бір ғана заң бар, сүйгеніңе бақыт құрау. Стендель Фредерик. Бір адамды бақытты етіп, жүзіне мұң көлеңкесін, жанына қайғысын түсірмеу әркімнің қолынан келеді. Сағатхан Әшімбаев. Еңбек бақыттың атасы. Бенджамин Франклин. Ақылды кісілердің бақытты болғаны өте сирек. Эрнест Хемингуэй. Махаббат деген қасиетті күш. Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздықтың не екенін білмей өтер еді. Ілияс Есенберлин. Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар. Дәулетті күнге артылып, не қылса да мол болар. Асан Қайғы. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Цицерон. Біз бақытты болмай, ол сөзді қолдануға құқылы емеспіз. Бернард Шоу. Біздер бақыт өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Ник Вуйчич. Қуаныш пен бақыттың жанымызға терең бойлағаны соншалық оған үнемі ындығамыз да тұрамыз. Гиде Мопассан. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды, сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Франсуа де Ларошфуко.